Сіздермен бірге мен Айару Кадал. Бүгін сіздермен бірге осы слаймдарды ашып көретін боламыз. Айтым келіп тұрғаны, бірінші видеода 30 лайк жиналды, сондықтан мен ары қарай жалғастырамын. Кеттік. Бірінші слаймыны осындай. Айтым келіп тұрғаны, бұл слаймды мен өз қолым істедім. Екеуін де мен өз қолым істедім. Және де осы дизайнде өзім ойлап таптым. Ал егер де сіздер осы слаймның рецебі шықсын десеңіздер, рецепт деп жазсаңыздар, мен егер маған 10 адам рецепт деп жазса, мен келесі видеода осы слаймдардың рецепттерін айтатын боламын. Мына бірінші слаймын осындай тастармен. Бұны өзім істедім. Біріншінің түсі осындай, көріп тұрғандарыңыздай көктем. Өте күшті тартылады. Өте күшті слайм. Маған өте қатты ұнады өзім істегеннен кейін. Бірақ шынымен де достарым, сіздер ойлап тұрған шығарсыздар, неге қолға жабысып жатыр деп. Себебі мен бұны 1 сағат алдын жасадым. Сондықтан кішкене ойнағаннан кейін слаймымыз үйренетін болады. Міне, осы слаймдарды өзім істедім. Екінші слаймыны осындай. Шайық. Мына қараңыздар. Білем, кішкене екеуі түсі үйлеспей жатқан сияқты, бірақ бәрібір де. Бұнікі кішкене жасылға жақын. Қараңыздар. Түсі басқаша. Қалай айтсам болады? Ашық жасыл жарым. Слаймымыз осындай. Камераға онша көрінбей жатқан сияқты, бұл жылтырлақтың бәрі. Бірақ слайм өте күшті. Достар, каналға жазылып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Және каналға лайк басамыз. Сол кезде мен келесі видеода мен слаймды көрсететін боламын. Слайм жасауды. Сіздермен бірге болған мен Айару Кадал. Осы 2 слаймның қайсысын ұнағанын комментария жазып кетіңіздер. Маған өте қатты қызық болады. Сіздермен бірге болған мен Айару Кадал. Бәріңізді жақсы көремін. Келесі видеода кездескенше.